Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге өте оңай жасалынатын панкейктің рецептімен бөлісетін боламын. Панкейк өте дәмді болып шығады. Құрамы да өте қарапайым. Ол үшін бізге 280 грамм ұн, 400 мл жылы сүт, 2 жұмыртқа, 1 шай қасық қопсытқыш, 100 грамм қант, 100 грамм ерітілген сармай қажет. Ең алдымен ұнға қопсытқыш қосып, жақсылап араластырып аламыз. Електен өткізудің қажеті жоқ. Одан соң ыдысымызға 2 жұмыртқаны шағып саламыз. Қант саламыз. Жақсылап араластырып аламыз, қанты ерігенше венчиктің көмегімен. Одан соң жылы сүт құямыз. Ерітілген сармай құямыз. Жақсылап араластырып аламыз. Одан соң ұнды саламыз. Венчиктің көмегімен біркелкі етіп, жақсылап араластырып аламыз. Достар, егерде менің видеом ұнап жатса, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Мені жоғалтып алмас үшін қоңыраушаны басып кетуді ұмытпаңыздар. Қамырымыз дайын болды. Осындай қою қаймақ сияқты болады. Енді табаны отқа қойып қыздырып аламыз. Майламаймыз. Осылай бір ас қасықтан құйып пісіріп аламыз. Панкейкиді осылай баяу отта пісіру қажет. Отты қатты қойсаңыздар күйіп кетуі мүмкін. Біраз уақыттан кейін осылай бетіне көпіршіктер, тесікшелер шығып бастайды. Сол кезде асты пісті деген сөз. Екінші жағына аударып, екінші жағын пісіріп аламыз. Екінші жағы өте тез піседі, бірінші жағына қарағанда. Осылай жайлап аударып аламыз. Екінші жағы осындай болады. Барлық панкейкиді осылай пісіріп аламыз. Осылай өте оңай дайын болады. Оны сгущенкамен немесе шоколадпен жесеңіздер өте дәмді болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер сізге аз мөлшерде қажет болса, рецепті 2-ге бөліп пісірсеңіз болады. Өте дәмді болып шықты. Баршаңызға ас болсын.